И 30 миллионға тоқтаппыз ғой, үшеуі 90 миллион теңге тоқтап. Сағат кел, 30 миллион теңге алып берші, шешіп отырып аласың дейші. жолын көрсетемін деп тұр ма? Еріп барып, алысып, машинаны сөйтіп. Примерно қанша уақыт алады ол? Енді әне ол екеуі 14 күн жүріп келді ғой. Қанша ар жағында тағы да осы қуат шығатын завод бірақ барды дейді. Заряд жинасын айта берші, примерно айта бер түсінемін ғой. Туған жылдың ар жағында үлкен завод бар, қуат шығады. Сол жерге барып үшеуін алып дейді. Ол енді 2025 алса ғой, 2025 қазақстан кіргізбейді дейді. Неге? Евро 4-ке кірмеймін енді жұмыс. Жоқ, ол заңы былай екен. Қытайдан шыққан машина Қытайда минимум 3-4 жыл тұру керек. 3-4 жыл тұру керек? Содан кейін Қазақстанға өткізген оны Қазақстан қабылдайды. Ал свежий фирмадан шыққан машинаны Қытайда өйтіп шығармайды. Сразу Қазақстанға. Онда ортақ заңдар бар. Примерно 3-4 жыл дегенде қара сен сонда 2000... Баяғыдағы Моғолдан машина сатқан кезде мысалы 2002 жылдары машина сатып қойды. 2019-2020 жылдары сол кезде жаңа машина болып шегіп жаздырады ғой, білесің ба? Сол сияқты демал ғой. Ана сол тура сол жол әкелген кезде сендер не салдыңдар? Депозит ақша салдыңдар ғой? Депозит ақша саласыңдар ма? Жоқ, мына салдырмайды ондай. Сразу Просто, иә, Қазақстанға кіргізіп аласың, растворочка мынаған әкеліп қоясың. СПХ-дан шығарып әкеліп мынаған қоясың, номер аласың. Ана тұр ғой, не? Анау Қытайдан келіп тұрған машина. Машинаны страховкаға өткізіп берші. Не деген есіме түсті ғой? Техосмотр деді. Техосмотр өткізіп берші. Білмеймін ғой, несі болса да мотор бар ғой әйтеу. Ой, техпаспорт алу керек қой деді. Ертең сен кеткеннен кейін өткізе алмай қаламын ғой мен тағы да. Штраф салмай ма? Біздің қанша уақыт өтіп кетті ғой мен? 11 Жоқ, ол гайға тексерді ғой, штраф салмайды. Гай тексеріп өткенде 20 мың штраф салып берген жоқ па маған? Гай ұстап алса штраф салып береді, былай салмайды. Тағы да салдырмай тұрып өту керек қой? 20 мың теңге штраф деген не деген сөз? Не маған 20 мың штраф салып берген? Страховкаға кетіп кеткен ол кезде сенде. Техосмотр емес. Мен сен істетіп бермесем істей алмай жүремін ғой тағы да сөйтіп. Қай жерден қалай істейтінімді Қазір сөйлесіп көрейінші, техпаспорт фотодан бола ма деп. Қазір үйде алсам. істеуге. Балаларды мен жерге алып кетсеңші деген е жаным. Кешке тау аппараты болуына мен. Мен жүре берем, ақшасын төлесең бітті. Сенің ақшаң сенікі, менің ақшам да менікі. Еді. Сенің ақшаң менікі, менің ақшам менікі. Менің ақша болса сенікі ғой. Сен Сен ақша көп, сені миллиондап жатыр ғой. Берші маған.